Сіздер мына видеоны көрдіңіздер ме? Польшаның әлеуметтік желілерін шулатқан бұл видео алғашында жай ғана аңшының телефонынан тарады. Орман арасындағы денесі қасқырға, аяқтары құстың аяғына ұқсас белгісіз тіршілік иесі қозғалыссыз жатыр, бірақ көзі ашық. Бірақ бұл кадр нақты. Монтажсыз бұл не? Жыртқыш па? Генетикалық мутант па? Әлде әскери эксперименттің нәтижесі ме? Химер орманы Польша мен Беларусь шекарасындағы Бәлевеж орманының терең бөлігінде орналасқан. Бұл аймақта тұрғындар көп қоныстанбаған. Соңғы 10 жылда мұнда түсініксіз іздер, жануарлар денесінің бөлшектері, адамға жат дыбыстар тіркелген. Бұл аумаққа жақын жерде 1980 жылдары құпия биологиялық зертхана болған. Кеңес одағы мен Шығыс Еуропа елдері ыдырар сәтте бірнеше әскери бағыттағы жоба ізім қайым жоғалды. Кей деректерде сол зертханада генетикалық тәжірибелер, жануарларды будандастыру, тіпті жауынгерлік мақсаттағы мутанттар жасау әрекеттері жүргізілгені айтылады. Мақсат: жоғары төзімді, әмбебап тіршілік иесін жасау. Аязда да, ыстықта да өмір сүре алатын. Сезгіш, бірақ шабуылдауға қабілетті. Кейбір құжаттарда бұл тіршілік иелерін шекара күзетуге немесе барлау жұмыстарына қолдану жоспарланғаны көрсетіледі. Зертхана кейіннен жабылғанымен, жаратылған мутанттар жойылды ма, жоқ па белгісіз. Бірнеше қызметкердің із-түссіз жоғалғаны тіркелген. Ал Химер орманында бүгінге дейін адамдар қоныстандырылмайды. Ал кірген туристер жиі жоғалады. Бұл жай ғана аңыз ба? Әлде нақты тыйым салынған ғылымның салдары ма? Шешім сізде. Бірақ бір нәрсе анық. Химер орманы ешқашан жай ғана орман болмаған. Егер бұл оқиға сізді таңғалдырса, видеоны лайктап пікірге ойыңызды жазыңыз. Мұндай тағыда құпиялар мен тылсым хикаялардан хабардар болғыңыз келсе, арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Келесі видеода кездесейік.